Жамбыл менің жаятым, халық менің шынатым деп жырлаған ұлы жырау қазақ халқының көкейінде жүрген сұрақтарына өлеңмен жауап берген. Қазақ халық поэзиясының ұлы тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі, жыршы, жырау Жамбыл Жабаевқа биыл 175 жыл толуда. Осыған орай Жамбыл облысы әкімдігі, білім басқармасы, оқу әдістемелік кабинетінің ұйымдастыруымен бастау алған жыр шеруін жариялаймын. Бұл жыр шеруін Жасөркен орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Ізбасарова Жұлдызға және Шайқорық орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Ахалиева Айнұрға жолдаймын. Өшпейді, өмір жыры қартаймайды, өшетсеп, он ешкімде айта алмайды. Халықтың жүрегінің түкпірінен төгілген күй шын жорға тайпалмайды. Алтындай ел ішінде сақталынған сұлу жыр судан тұнық шайқалмайды. Еске алсам ертегіде ертең өткен талай жан жүрегінің жырын төккен. Еңірей енді алада бақыт іздеп таба алмай аңсап асан қайғыда өткен. Құландай қақтан безген қорқыт қаңғып кездеспей көрден басқа ол да кеткен.